Жылына небәрі 4 келі. Қазақстандағы жан басына шаққандағы балық тұтыну деңгейі әзірге осындай. Алайда бұл саланың тоқырап тұрғанын білдірмейді. Керісінше, елде балық шаруашылығы дамып, жаңа өндірістер іске қосылып жатыр. Дегенмен ішкі нарықтағы сұраныс әлі де төмен. Өнімнің қол жетімділігін арттырып, саланың әлеуетін толық ашу үшін не қажет? Бүгін тақырыпты тарқатамыз. Мамандардың айтуынша, адам жылына кемінде 16 келі балық тұтынуы керек. Өйткені балық құрамында ағзаға аса қажетті омега-3 май қышқылдары, Д дәрумені, йод пен фосфор мол. Соған қарамастан соңғы жылдары балық өнімдерінің қымбаттауы тұтыну көлеміне тікелей әсер етіп отыр. Өткен жылы балық пен теңіз өнімдерінің бағасы бір жыл ішінде 16,3%-ға өсті. Әсіресе мұздатылған балық 22,9%-ға, ал өңделген және консервіленген өнімдер 20,4%-ға қымбаттаған. Бағаның өсуі халықтың шығынын көбейткен. Былтыр бір отбасы 90-ына орта есеппен 20 мың теңгені балық пен теңіз өнімдеріне жұмсаған. Сонымен қатар өңірлер арасында да айырмашылық байқалады. Балық пен теңіз өнімдерін ең көп тұтынатын аймақ солтүстік Қазақстан облысы, ал ең төменгі көрсеткіш Шымкент қаласында тіркелген. Ішкі нарықтағы сұраныс төмен болғандықтан мемлекет жаңа жобаларды қолдап өндірісті кеңейтуге басымдық беріп отыр. Биыл аквашаруашылықты дамытуға бірнеше бағыт бойынша қаржы бөлінді. Оның 1,9 миллиард теңгесі өнім сапасы мен асыл тұқымды балық өсіруге бағытталды. 3,4 миллиард теңге инвестициялық шығындарды өтеуге қарастырылды, ал кредит пен лизинг пайыздарын субсидиялауға 1 миллиард теңге бөлінді. Бұдан бөлек техника мен жабдық алуға тағы 1 миллиард теңге қаралған. Қазір елде 1200-ден астам балық шаруашылығы субъектісі жұмыс істейді. Оның 682-сі аквашаруашылықтар. Соңғы жылдары бұл көрсеткіш 2 есеге өсті. Соған қарамастан өндіріс көлемі ішкі сұранысты толық жабуға әлі жетпей отыр. Былтыр елге 55 мың тонна балық импортталды. Нәтижесінде импортқа тәуелділік деңгейі 43%-ға жетті. Сонымен бірге экспорт көлемі де артып келеді. Қазақстандық өнімдер Еуроодақ елдеріне, Ресей мен Қытайға жөнелтіледі. Әсіресе көксерке филесіне сұраныс жоғары. Биыл салаға бюджеттен 5 миллиард теңге субсидия бөлінеді. Су жеткізу тарифінің 60-85% өтеледі. Сонымен қатар жем, шабақ, дәрі-дәрмек пен аналық қор сатып алуға жұмсалатын шығынның бір бөлігі субсидияланады. Салада технологиялық жаңаруда жүріп жатыр. Өндірістік аквашаруашылықта тұйық су айналымы жүйелері мен ақылды ферма технологиялары енгізілуде. Арнайы сенсорлар су сапасын үздіксіз бақылайды, ал жасанды интеллект балықтың өсу қарқынын талдап, шаруашылыққа нақты дерек ұсынады. Сарапшылардың айтуынша, бұл Қазақстан үшін стратегиялық маңызы жоғары бағыт. Әсіресе су тапшылығы күшейген кезеңде ресурсты үнемдеп, табиғи жағдайға тәуелділікті азайтатын технологиялардың рөлі арта түспек. Бұған қоса, елімізде балық шаруашылығын толық циклді өндіріс ретінде дамытуға басымдық беріліп отыр. Соның айқын мысалы Каспий теңізіндегі Organic Fish жобасы. Компания құрық порты маңында норвегиялық технологияға негізделген теңіздік торлы балық өсіруді қолға алған. Жоба бірнеше кезеңмен іске асқан. Алдымен ғылыми зерттеу жүргізіліп, теңіз учаскесі дайындалды. Кейін арнайы торлар орнатылып, өткен күзде алғашқы шабақтар суға жіберілді. Қазір балықтың орташа салмағы 1 келіге жеткен. Биыл күзде 200 тонна өнім алу жоспарланса, алдағы жылдары өндіріс көлемін жылына 5000 тоннаға дейін арттыру көзделіп отыр. Мұндай жобалар тек инвестициялық емес, жан-жақты дайындықты қажет етеді. Заманауи торлар, теңіз кемелері, тұрақты жем жеткізілімі, логистика бәрі бір-бірімен тығыз байланысты. Сонымен қатар нарықтағы сұраныс та өзгеріп келеді. Дәстүрлі балық түрлерімен қатар ірі қалаларда албырт тұқымдас өнімдерге қызығушылық артып отыр. Тұтынушы сапалы әрі балғын өнімді таңдай бастады. Бұл жергілікті өндіріс үшін жаңа мүмкіндік. Алайда саланың қарқынын тежеп тұрған мәселелер бар. Соның бірі жем өндірісі. Қазір көптеген шаруашылық сапалы импорттық жемге тәуелді. Мамандардың пікірінше, ел ішінде арнайы жем өндірісін жолға қою импортқа тәуелділікті азайтып, шығынды төмендетуге жол ашады. Бұл үрдіс Астана маңында да байқалады. Жалтыркөл көлі аумағында жұмыс істейтін Астана өнім форель мен тұқыны толық цикл бойынша өсіріп отыр. Мұнда өндіріс уылдырықтан басталып, шабақ өсіру арқылы арнайы торлы жүйеге дейін жалғасады. Бірақ бұл бағытта талап жоғары, таза су, тұрақты температура мен заманауи жабдық қажет. Әр кезең тұрақты бақылауды талап етеді. Оған қоса салада кадр тапшылығы да сезіледі. Сондықтан профильдік білім беру мен тәжірибелік алаңдарды дамыту маңызды. Сарапшылардың айтуынша, ендігі негізгі міндет импортқа тәуелділікті азайту, жем өндірісін күшейту, кадр даярлау мен халықтың балық тұтыну мәдениетін қалыптастыру. Осы бағыттағы жүйелі жұмыс жалғасса, балық шаруашылығы қарқынды дамитын салалардың біріне айналуы мүмкін.